Адия, беті қолыңды жууды ұмытпа. Жуғым келмейді, қарның ашты. Адия, алмаңды жуып же, а то ішің ауырады. Менің қарным ашты. Адия, сенің ішің ауырып жатыр ма? Мен саған айттым ғой, алманы жуып же деп. Кеттік, төсегіне апарайық. Не болды? Ол біріншіден беті қолын жумады. Ол қолын жумады және алмасын жумады. Алмасын алды, тістеп, жұтып, шалып қалды. Балалар, сіздер білесіздер ме, біздің қолымызда көп деген тірі микробтар бар. Олар біздің көзімізге көрінбейді. Осы микробтар бізде түрлі аурулар тудырады, ішті ауыртады. Осыларды жоятын бір супер құрал бар, ол сабын. Мына 5 ережені ұмытпайық. Бірінші ереже, таңертең тұрғаннан кейін тіспен қатар беті қолымызды жуамыз. Екінші ереже, тамақтың алдында, тамақтан кейін қолымызды мұқият жуыңыздар. Үшінші ереже, дәретханаға барардың алдында және серуеннен келгеннен кейін, таладан кіргеннен кейін қолыңызды жууды ұмытпаңыздар. Төртінші ереже, мысық итті сипағаннан кейін міндетті түрде қолыңызды жуыңыз. Бесінші ереже, жеміс-жидекті, көкөністерді міндетті түрде жуып жеңіздер. Осы 5 ережені ұмытпаңыздар.